Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді красный бархаттың оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен сары майымызға қантымызды қосып, ағарғанша миксерлейміз. Енді осы смесімізге бір талдан жұмыртқамызды қосып отырып, ағарғанша шайқаймыз. Енді осыған сұйық майымызды қосып, араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді қосатын боламыз. Ұнымызға сода, какао, разрыхлителімізді қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Айранымызға красителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Менде құрғақ краситель, сіздер гелевый краситель қолдансаңыздар болады. Ұнымызды сұйық ингредиентке илегіштен өткізіп отырып қосатын боламыз. Енді красителімізді жарты-жартыдан қосып отырып араластырамыз. Егер де ұнымыз бен красителімізді бірден салып тастайтын болсақ, онда біздің бисквитіміз дұрыс көтерілмей қалады. Мінекей мен барлығын араластырып болдым. Осындай консистенцияда болып шығу қажет. Енді бұны біз 3-ке бөліп пісіретін боламыз. Егер 2-ге бөліп пісірем десеңіздер, өз қалауларыңыз. Осыны формамызға жақсылап жайып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей бисквитіміз әдемі болып шықты. Енді осыны 1 сағаттай суытып аламыз. Бисквитіміз суығанша кремімізді дайындаймыз. Салқын сливкимізді кішкене ғана қоюлағанша араластыратын боламыз. Сливкиміз осындай кішкене ғана қоюланған кезде сахарный пудрамызды қосып араластырамыз. Енді осыған творожный сырымызды қосып, қою консистенция болғанша араластырамыз. Әр бисквитіміздің үстін бөліп, осындай крошка жасап шығамыз. Енді арнайы формамызға бисквитімізді салып, кремімізді жағып, тортымызды біріктіреміз. Тортыңызды осындай формада біріктіретін болсаңыз, торттарыңыз өте тегіс әрі әдемі болып шығады. Барлық коржымызды біріктіріп болдық. Енді осыны холодильникке 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Бисквитный крошкамызды дайындаймыз. Бисквитіміз холодильниктен шықты, енді формасынан аламыз. Енді жан-жағына қалған кремімізді жағып шығамыз. Крошкамызды сеуіп, әдемілеп, әсемдейміз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мінекей біздің красный бархат тортымыз дайын болды. Шынымен де ол өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Сағанбек Салтанат. Маған жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.